алкогольді, сыраны жарнамалауға, телеарнада видео жарнамалауға тыйым салынған. Бірақ та темекідегі жарнаманың көлемін, темекінің қорабының сыртындағы жарнаманың қарпін арттыру темекі шегетіндердің санын азаюына алып келді ме? Немесе сыраны, темекіні телеарнада жарнамалау сыра ішетіндер мен темекі шегетіндердің азаюына алып келді ме деген ғалымдардың сұрағына әлеуметтанушылар жоқ деп жауап береді. Яғни сіз темекі мен сыраны телеарнадағы жарнамалардан алып тастағанмен, оның нарықтағы үлесінің азаюына ол тікелей пропорционал түрде әсер етпейді екен. Яғни сіз өзіңіздің немесе өзіңіздің таныстарыңыздың ойын құмар атануына, ұлдаман атануына тек қана жарнамадан көрсеңіз, сіз қателесесіз. Себебі жарнаманың тартымды, қызық, түрлі түсті және ойнақы сипатта болуы, ол сіздің сол ойынға келуіңізге ғана әсер етеді. Бірақ та әрі қарай сіздің ойын құмар болу немесе болмауыңызға ол жарнама қандайды бір жауапкершілік алмайды. Өте қызық кейстардың бірі, Американың тұрғыны 30 жыл темекі шеккеннен кейін, өкпе рагы болғаннан кейін Филипп Морристі сотқа тартқан болатын. Сотта әлбетте ол кісі жеңілді. Неліктен? Себебі ол кісінің сотта талап еткен дүниесі. Егер сіз темекінің жарнамасында темекі шегетін адамдар өкпе рагына шалғады деп ақпараттандырсаңыздар, мен темекі шекпес едім. Бәлкім мен өкпе рагына шалынбас едім деген айыппен келген болатын. Дәл осындай айыпты лудомандарға да айтуға болады. Егер сіз Олимпиад немесе өзге де онлайн казиноларға барып, сіздің жарнамаңыздың арқаңызда менің дәл қазіргі қаржылай шығыным 30 миллионнан асты, сіз кінәлісіз деп, сіз сотқа бере аласыз ба? Әлбетте бере алмайсыз. Себебі барлығы заң шеңберінде. Онлайн компаниялар, онлайн казинолар сізді ешбірі де ол ойынды ойнауға, құмар ойынға бәс тігуге, сіздің еркіңізге қарсы сізді міндеттеп, мәжбүрлеп, күшпен әкелген жоқ. Демек, барлық жауапкершілік, құқықтық салдар, экономикалық шығын, моральдық зиян барлығы тек сіздің мойныңызда болады. Мұны кез келген 18-ге толған, ақыл есі толық азамат түсінуі керек деген заңгерлердің арасында ұғым бар. Кәмелетке толған ақ пен қараны, жақсы мен жаманды айыра білетін адамдарды жарнаманы да таразыға сала білуі керек деген жазылмаған заң бар. Ал балалардың жарнаманың қолдануы, балалардың жарнамаға құдайдай сеніп қалуы қандай салдарға келеді деген сұраққа Қазақстан Республикасының заңында баланы тәрбиелеумен айналысатын ата-ана мен мектеп сияқты білім беру ұйымдарына жауапкершілікті бөліп қояды. Яғни бала толыққанды жарнамаға сеніп қалған жағдайда оның жауапкершілігі ата-анасының мойнында болады. Егер сіз ересек 18-ге толған, ал Қазақстан заңы бойынша онлайн бизнеспен айналысу үшін 21-ге толған азамат болсаңыз, Еуропаның кейбір мемлекеттерінде онлайн казиноға бәс тігудің жасы 25-27, кейбір мемлекеттерде тіптен 30-ға дейін барады. Бұндай жас шектеу неліктен деп ойлайсыз? Себебі сіздің өмірлік тәжірибеңіз болған сайын, өмірдің оң мен солын ажырата білетін, еңбек тәжірибесі бар, өз қаражатын өзі қалыптастыра алатын, қаржылық сауаты бар азаматтар ғана бұл заңды реттейді деген ұғым бар.